Сәлем достар, сіздермен Дәулет Бисұлтанов. Бүгін сіздерге екі өте керемет ақша табу схемасын көрсетемін. Ешқандай ақша салымсыз және телефон арқылы. Сізде осылай ақша табу үшін осы видеоны міндетті түрде толық көріп, бірінші болып ақша тауып үлгеріңіздер. Және де видео басталмай тұрып, менің жеке телеграм каналыма подписка жасаңыздар, ол жерде әртүрлі схемаларды салып тұратын боламын. Ал бірінші сайт бізде KuCoin деп аталынады. Ең керемет ақша табатын сайттардың бірі деп айтуға болады. Осы сайттың ссылкасын сіздерге видеоның астында қалдырамын. Сонымен қатар осы жерде жақсы ақша табу үшін және де маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін осы видеоны толық көріңіздер. Енді мына жерде біз автору дегенді таңдаймыз. Одан кейін осы жерден қалай ақша табуымызға болады. Біріншіден комментарий қалдырғанымызға, одан кейін форумдарда сөйлескенге ақша төлейді, лайк басқанға, репост жасағанға, сонымен қатар просмотр видео дейді. Оғанда біз ақша табады екенбіз осылардың барлығын орындап. Енді бір заданияға бізге 46 рубльға дейін ақша төлейді. Ол дегеніміз 220-240 теңгеге дейін барады екен. Мына жерде «Хочу стать автором» дегенді басамыз. Стандартная форма регистрации дегенді таңдаймыз да, одан кейін мына жерге өздеріңіздің логиндарыңызды жазасыздар, имейлдарыңызды жазасыздар, одан кейін парольді жазып, яғни робот зарегистрироваться деп басамыз. Регистрация жасап болғаннан кейін мына жерде бізде өте көп заданиялар бар, өздеріңіз көріп тұрғандай. Ең басында біз оңай заданиялардан бастауымызға болады. Мысалы, жай ғана подписка үшін бізге 1 рубль ақша төлейді. Сонымен қатар мына жерде жай ғана оценка приложения жасағанымызға 21 рубль ақша табуымызға болады. Оларды қазір сіздерге көрсетемін. Ең басында оңай заданиялардан бастайық. Мысалы, подписаться на TikTok аккаунт деп тұр. Осыған басайық. Енді қараңыздар, заданияны орындау үшін біріншіден подписаться на TikTok аккаунт деп тұр. Осы аккаунтқа одан кейін приложить скрин, что подписался. Болды. Осы заданияны орындағанға 20 секунд уақытымыз кетеді. Одан кейін 1 рубль ақшаны уже тауып тұрмыз. Енді заданияны орындау үшін мына жерге жаңағы автордың ссылкасын қалдырдым. Одан кейін ссылка на ваш аккаунт деп тұр. Осы жерге өзімнің аккаунтымның ссылкасын қалдырдым. Сонымен қатар мына жерде выбрать файл деп тұр. Осы жерде скриншотты қалдырамыз, яғни автордың скриншотын жасаймыз подписка жасағанымызға. Одан кейін мына жерде отправить деп басамыз. Болды, задание орындалды. Одан кейін мына жерде подписка на телеграм канал деп тұр. Осы үшін де 1 рубль ақша төлейді. 10 секунд уақыттарымыз кетеді оны орындауға. Енді ары қарай біз өте жақсы ақша төлейтін заданияларды орындауды бастайық. Мысалы, оценка приложения Web Store деп тұр. Осыған кірейік. Жаңа айтып кеткендей, бір заданияға 21 рубль ақша төлейді екен. Бізде 21 рубль дегеніміз ол 120 теңге болады екен. Енді осы заданияны орындау үшін мына жерде бізге осы условияларды орындау керек. Мысалы, бірінші скачать приложение деп тұр. Осы ссылканы копировать етеміз, одан кейін зайти в приложение, ознакомиться с функционалом, яғни приложениенің ішіне кіреміз, барлығын тексереміз. Одан кейін осы приложенияға 5 звезда оценканы қоямыз да, қалай қойғанымызды скриншот жасап, одан кейін мына жерде отправить деп басамыз. Ол үшін мына жерде заданияны орындау үшін приступить к выполнению проекта дегенді таңдаймыз. Енді жаңағы айтып кеткендей, заданияны орындау үшін мына ссылканы копировать етеміз. Скопировать. Одан кейін мына жерге вставить деп басамыз. Одан кейін мына жерге өзіміздің аккаунтымызды жазамыз. Мысалы, мына жерге TikTok'та жазуға болады, немесе ВКонтактенің ссылкасын қалдыруға болады. Сонымен қатар жаңағы заданияны орындау үшін загрузить скриншот вручную деп басамыз да, оценка қойғанымызды осы жерге салып қоямыз, одан кейін отправить деп басамыз. Болды, задания бізде орындалды. Осы үшін біз 21 рубль ақша табады екенбіз. Достар, сіздерге осының барлығын орындап телефон арқылы көрсетіп отырмын. Сондықтан да осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз және комментарий қалдырып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Ары қарай енді жаңағы задания бізде, яғни iPhone-ға болатын болса, сонымен қатар Google Play-да да осындай заданиялар бар, яғни оценка қойғанымызға 18-де 5 рубль ақша төлейді. Заданиялар осындай өте көп, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Сондықтан да осының барлығын орындап, бірінші жақсы ақшаларыңызды табуларыңызға болады екен. Енді осы сайттан задания орындап болғаннан кейін ақшаны қалай шығарамыз? Ол үшін мына жерде бізде финансы дегенге басамыз. Одан кейін мына жерде бізде вывод средств деп тұр. WebMoney бар, карта бар, яғни өздеріңіздің Каспи Голдқа, Сбербанкқа, яғни шығарып алуға болады. Сонымен қатар Киви және де Яндекс деньги бар. Осының барлығын сіздер қолданып, өздеріңіздің бірінші ақшаларыңызды шығарып алуға болады. Екінші сайт бізде Шарым.Тех деп аталынады. Сіздерге қазір жақсы ақша табу схемасын көрсетемін. Сондықтан да видеоны мұқият және толығымен көргендеріңіз дұрыс. Бұл сайт бізде ссылканы қысқартып, басқа адамдардың сол ссылкамен переход жасағанына ақша береді. Енді адамдарды қалай табуға болатыны жайлы сіздерге қазір көрсететін боламын. Сонымен қатар мына жерде қарап тұрсаңыздар, бізге за 1000 кликов 2600 рубль ақша төлейді екен. Негізінде бір переход бізде 1 рубль ақша болып табылады. Сондықтан да 1 сағатта 250 переход болатын болса,
ол дегеніміз 250 рубль ақша тапқанымыз. Мына жерде енді регистрация басамыз, одан кейін өздеріңіздің почталарыңызды жазасыздар, яғни робот, одан кейін далее дейміз да, парольдарыңызды жазып, ары қарай жалғастырамыз. Енді регистрация жасап болғаннан кейін, мына жерде бізде сократить ссылку деген бар, соған басамыз. Одан кейін қараңыздар, мына жерде режим оплаты переходов деп тұр. Осы жерде оплата за разрешение уведомления дегенді таңдаймыз. Одан кейін ссылки, которые вы хотите сократить. Мына жерге ссылканы қалдырамыз. Не жазуға болатын қазір сіздерге айтамын. Поисковикқа енді способы заработка деп жаза салдым. Одан кейін мына жерде мысалы бір ссылканы таңдаймыз. Мысалы, мына ссылка маған керек. Мысалы, мына жерде 10 ақша табу схемалары көрсетілген екен. Соны аламыз да скопировать деп басамыз. Одан кейін мына жерге ссылку, которую вы хотите сократить, осы жерге жаңағы скопировать еткен ссылканы қоямыз да, название өзімізге жаза саламыз, мысалы заработок деп. Одан кейін заголовок переадресации бізге керек емес, сократить ссылку деп басамыз. Ссылка успешно сокращена деп шықты. Мына жерде ссылки дегенге басамыз, одан кейін мына жерде біздің жаңағы қысқартқан ссылка дайын. Одан кейін осыны скопировать етеміз. Мына жерде бізде скопировать деген бар, болды, скопировать еттік. Енді мына жерде бізде әрбір переход үшін ақша төлейді, яғни әрбір разрешение жасағанға, одан кейін мына жерде заработаны деп тұр. Осы жерде біз қанша ақша тапқанымыздың барлығы көрсетіліп тұрады. Енді осы жерден біз жақсы ақша табу үшін не істейміз? Енді өзіміздің ВКонтактеге кіреміз да, мына жерде группаға заработок в интернете деп жазамыз. Одан кейін көріп тұрсыздар, мына жерде өте көп группалары, каналдары бар. Осылардың барлығында біз өзімізге реклама жасауға болады. Мысалы, мына жерде работа подборка деп тұр. Мына жерге напишите что-нибудь деп жазылып тұр. Яғни осы жерге жазуымызға болады. Мысалы, енді қараңыздар, мына жерде мен мысалы былай жаздым. Я знаю 10 способов заработка без вложения 2020 год. Напиши в личку, скину деп жаздым. Мысалы, одан кейін отправить деп басамыз, болды. Біздің мысалы жаңағы объявление шықты. Сонымен қатар, мына жерде осылай әртүрлі группаларға кіруге болады. Қараңыздар достар, мысалы мына жерде 2 часа работы 413 адам көрген екен. Осылардың мысалы комментарияларында да мысалы біз өзіміз комментарий қалдыруға болады. Мысалы, я знаю 10 способов заработка без вложений, переходи, все описал деп, осылай комментарий қалдырамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай 400 адам осылай осының барлығын көріп, осы ссылкамен өтіп, сол үшін бізге ақша төленеді екен. Мысалы, мына жерде 800 адам көрген. Енді осылай 4-5 группаға кіріп, әрқайсына осылай жаңағы мен жазған сияқты қалдыруымызға болады. Одан кейін бізге әрбір переход үшін жақсы ақша төленеді екен. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай осы схема өте жақсы жұмыс жасайды, сондықтан да осының барлығын қолдануларыңызға болады. Видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Енді осының барлығын орындап болғаннан кейін ақшаны қалай шығарып алуға болады? Ол үшін мына жерде бізде финансы деген бар, соған кіреміз. Мына жерде заказать выплату деп тұр. Системада мына жерде таңдаймыз, яғни Kiwi, WebMoney, Visa немесе мобильный телефон. Мысалы, Kiwi-ді таңдаймыз. Одан кейін мына жерге өздеріңіздің номерларыңыздың Kiwi жазасыздар да, сумма выплаты осы жерге өздеріңіз көрсетесіздер. Мысалы, қанша ақша таптыңыздар, одан кейін отправить на модерацию дейсіздер, болды. Одан кейін келесі күні сағат кешкі 6-да ақша бізге төленеді екен. Ал достар, сіздермен болған Дәулет Бисұлтанов. Менің каналымда апта сайын жаңа ақша табу схемалары шығып тұрады. Сіздер осылай ақша табу үшін. Сонымен қатар, мына жерде одан да басқа ақша табу схемалары бар. Осының барлығын сіздер өздеріңіз көрулеріңізге болады, қолданып ақша табуларыңызды бастаңыздар. Ал сіздерге көп рахмет, сау болыңыздар.